Болсақ, онда сабағымызды бастайық. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы заттардың орналасуы, жергілікті жердің планы. Бүгінгі сабақта сіздер заттар мен фигуралардың орналасуын анықтап үйренесіздер. Енді мен сіздерді бүгінгі сабақтың құрылымымен таныс кетейін. Қайталау білім анасы бөлімінде біз сіздермен бірге өткен тақырыптарды қайталау ретінде өтеміз. Және күш білімде, білім кітапта бөлімінде біз жаңа тақырыпты өтіп ашамыз. Ал соңғы бөлім оқығаныңды емес, тоқығаныңды айт бөлімінде біз сіздермен бірге сабақты қорытындылау, яғни бекіту ретінде өтеміз балалар. Олай болса, қайталау білім анасы бөліміне өту үшін сіздермен бірге мына таңдаулы сауал әдісін қолданып, өздеріңізге ұнаған бір түсті таңдап, соның астындағы сауалға жауап берсеңіздер болады. Кім бастағысы келеді? Заңғар, таңдайсың ба? Заңғар? Апай, мен жасыл түсті таңдаймын. Жақсы, жасыл түсті таңдаймыз. Амалдардың орындалу ретін анықта, дұрыстығын тексер дейді. Қанеки, онда орындап көрейік. Амалдардың орындалу ретін анықтап, оның дұрыстығын тексеріп көрейік. Ең алдымен, мынандай өрнекте, жақшалы өрнекте нені орындаймыз? Жақшаның ішіндегі. Сосын барып сыртындағын орындаймыз. Жақшаның сыртындағын орындаймыз. Жақшаның сыртында бөлуді орындаймыз ба, қосуды орындаймыз ба бірінші? Бөлуді. Ал орындайық. 15-тен 10 алсақ қанша болады? 5. 5-ті 5-ке бөлсек қанша болады? 10. 5-ті 5-ке бөлсек? Көбейтсек емес, бөлсек? 1. 45-ке 1-ді қоссақ қанша болады? 46. 46. Онда бұл жерде жауабы да дұрыс емес екен, және амалдардың орындалу да реті дұрыс емес екен. Ең бірінші біз жақшаның ішіндегі өрнекті орындаймыз, сосын барып бөлу амалын орындаймыз, одан кейін барып біз сіздермен бірге қосу амалын орындайды екенбіз, балалар. Міне, амалдардың орындалу реті осылай болу керек болған, және біздің өрнегіміздің мәні осындай болу керек болған, балалар. Жақсы. Келесі кім таңдайды? Мен. Жақсы, Назым бірінші таңдай қой. Ақ түсті таңдаймын. Ақ түсті? Жақсы. Ұзын есе кем, қысқа есе артық. Осы тұжырым дұрыс па? Біз ұзынды не деп айтамыз? Есе кем дейміз ба, есе артық дейміз ба? Артық. Ал қысқаны? Есе кем деймін. Дұрыс, өте тамаша. Келесі Інжу, таңдай қой. Күлгін. Күлгін, жақсы. Тиімді әрі жылдам есептеуді айтып көр дейді. Өткен сабақтарда бұл тақырыптарды өткенбіз. Қанеки есімізге түсірейік. 52 қосу 17, қосу 18, қосу 3 өрнегінде тиімді қалай есептеуге болады? Қай сандарды бір-біріне ең бірінші қосып аламыз? Біз 52-ні 18-ге қосамыз, ал 17-ні 3-ке қосамыз. Сонда жауабы қанша болады өрнектің мәнінің? 90 болады. 90 болады, өте тамаша. Яғни 52-ге 18-ді қостық, 70 болды. 17-ге 3-ті қостық, 20 болды. 20 мен 70-ті қосып едік, 90 болды. Өте тамаша Назым. Келесі тапсырма кім таңдайды? Мен. Таңдай ғой Темірлан. Қайсысын түсті таңдайсың? Көк түсті. Көк түсті, жақсы. Есеп бойынша өрнек құрастыр. Болғаны 42 адам дейді. Кеткені 5 адамнан 3 топ. Қалғаны қанша адам? Яғни сен өрнек құрастыру керексің. Жай ғана есеп құрастырасың осы берілгені бойынша. Өрнегің қандай болады? 42-ні 15 табамыз, апай. Сонда қанша болады? Өрнегіңді толық айту керексің.
27 болады. Өте тамаша. Өте тамаша. Дұрыс айтасың. 27 болады, дұрыс айтасың. Келесі кім таңдағысы келеді? Бар ма? Жақсы балалар, онда келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, мына суреттер қатарына назар аударыңдар. Бұлар нелер? Сендер. Ал? Фигуралар. Фигуралар, дұрыс айтасыңдар. Фигуралар. Балалар қараңдар. Біз бұл жерде артығын табуымыз керек. Қалай ойлайсыңдар? Бұл жерде не артық? Қандай фигура артық? Інжу, не артық? Дөңгелек, дұрыс айтасыңдар. Себебі неде? Неге дөңгелек артық? Ода бір Дұрыс айтасыңдар, өте тамаша. Онда дөңгелек. қалған фигураларда бұрыш бар, иә? Ал мына жерде, бұл жерде қараңдар балалар, кішкене бір қатар өзгерістер бар. Бұл жерде не артық? Апай, бұл үшбұрыш артық. Иә, дұрыс айтасыңдар. Үшбұрыш артық. Себебі қалған фигуралардың 4 бұрышы бар, иә? Ал үшбұрышта тек қана 3-ақ бұрыш бар. Өте тамаша. Жақсы балалар, енді біз сіздермен бірге келесі бөлімге өтеміз. Күш білімде, білім кітапта отырсыздар. Мысалы, назар аударсаңыздар балалар, бұл жерде қыз бала Б1 шаршыда орналасқан. Ал қалған заттар қай жерде орналасқан? Мысалы, мен сендерге 5-ші оқушы жауап берсін деймін. Сіздер сол оқушы, мысалы, кім біздер 5-ші оқушы отырған? Інжу екен. Мысалы, Інжу жауап береді. Одан кейін келесіні 4-ші оқушы жауап берсін деймін. 4-ші Заңғар отыр. Солай сөйтіп жауап береміз. Жарай ма балалар? Иә. Жақсы, онда кеттік. 3-ші оқушы. 3-ші оқушы бізде Аруна. Аруна, қоян қай жерде орналасқан? А1-те. А1-де, өте тамаша. Келесі Аю. 1-ші оқушы. Темірлан. Аю деген А3. А3, өте тамаша. Келесі Ат. 4-ші оқушы. Заңғар. Ау. Ат қай жерде орналасқан? Ат ол 6-шының Б-сінде орналасқан. Өте тамаша. Келесі Көпір. 5-ші оқушы Інжу. В3. Өте тамаша. Дұрыс айтасың. В3-те. Келесі мына суретте қаз берілген. Қаздың суреті қай жерде орналасқан? Назым, 2-ші оқушы, жауап береміз. А3-те. Өте тамаша. Келесі қаздың балапаны қай жерде орналасқан? Я, Б2-те. Б2-де, иә, дұрыс айтасыңдар балалар. Б2-де. Тапсырма түсінікті, иә, заттардың қайда орналасқанын біз анықтадық, иә? Өте тамаша. Енді келесі тапсырма. Я, апай. Балалар, бағбан әр гүлзарды жеке қоршамақ болды. Оған ұзындығы қандай қоршаулар дайындау керек? Назар аударыңдаршы. Әрбір гүлзарға қажетті қоршау дайындау үшін біз әрбір гүлзардың ұзындығы қанша екенін анықтауымыз керек. Олай болса, кәнеки. 1-ші гүлзар бойынша жауап беретін Темірлан. 16 метрге тең. 16 метрге тең, дұрыс айтасың Аруна. Келесі Назым, мына гүлзардың периметрін тауып көрейік. 14 метр. Дұрыс айтасың, 14 метр. Аруна, мына келесі шаршы тәріздес гүлзардың периметрін анықтап көрейік. 20 метр. 20 метр, өте тамаша, дұрыс айтасың. Келесі Інжу, соңғы мына тіктөртбұрыш тәріздес гүлзардың периметрін өлшеш қанша болады? 18. Мына тапсырманы орындауға мен сіздерге 5 минут уақыт беремін.
5 минуттың ішінде сіздер бұл тапсырмаларды орындап шығу керексіздер. Яғни, өрнектердің амалдарын табу керексіздер, иә? Ал енді бірінші өрнек бойынша кім жауап береді? Апай 22 болады. 22 болады. Қалай анықтадық оны? Аруна, ең бірінші не істедік? Бөліп. Иә, 12-ні 2-ге бөліп алдық, 6 болды. Одан кейін барып не істедік? 16-ны 6-ға қостық. Өте тамаша. Қанша шықты? 22. 22 шықты. Өте тамаша. Келесі. Кім жауап береді? 6 болады. 6 болады. Аруна дұрыс. болады. Себебі біз ең алдымен не істейміз? Темірлан? Бірінші көбейтеміз, сосын аламыз. 14 болады. 14-ті 20-дан алсақ, қанша болады? 6 болады. Келесі. Темірлан, қанша болады? 10. Мына іште жақсы 30, ал ол 25 жақша көбейту 2. Бірінші біз жақшаны ішін орындап аламыз. 30-дан 25-ті алғанда 5 шығады, 5-тен 2-ні көбейтсем 10 шығады. Өте Значит, тамаша. 10. Жақсы, өте тамаша. Келесі есеп бойынша кім жауап бергісі келеді? Мен. Заңғар айта ғой. Төрт көбейтілген жақшашылған 16, азайту 12 тең 20 болады. Нақтылап кет. 20 бола ма, жоқ басқаша бола ма? Өрнектің мәні. Апай 20 болмайды. 16-дан 12-ні алғанда 16 болады. Ең алдымен жақшаның ішіндегіні орындап аламыз, иә? 16-дан 12-ні алсақ қанша болады? 4 болады, апай. 4 болады. 4 болады. 4. 4 жердегі 4-ім? 16. Жақсы. Келесі. Назым. 10 қалады. Қалай анықтадық? Соны айтып жіберсек. Бөлеміз 2-ге 10 болады. Жақсы, өте тамаша. Ал Нұрислам, сен ең соңғысына жауап бере ғой. 5-ті 2-ге көбейтеміз. 20-ны 10-ға қосамыз 30. Өте тамаша. Жақсы балалар, өте тамаша. Бұл жұмысты біз аяқтадық. Қателеріңіз болса, қателерімізді түзеп қояйық. Жарай ма балалар? Олай болса, келесі тапсырмаға көшейік. Балалар, Арманға анасы бақшаға барып, әр қатарда не өсетінін анықтап келуге тапсырма берді. Олай болса, кәнеки қарайықшы. Ең бірінші қатарда не орналасқан? Оның пішіні қандай фигура ұқсайды? Арбуз. Домалақ, қарбыз, иә? Ал екінші қатарда не орналасқан? Оның фигурасы неге ұқсайды? Қияр апай. Қияр неге ұқсайды қияр? Сопаққа. Келесі қатарда не орналасқан екен балалар? Пияз орналасқан. Пияздың фигурасы неге ұқсайды? Домалақ апай. Жақсы. Келесі төртінші қатарда не бар екен? Не өседі екен? Қызанақ. Иә, сәбіздің фигурасы неге ұқсайды? Қызанақ, домалақ, ал сәбіз үшкір, яғни күрішқа ұқсайды, иә? Ең соңғы қатарда, яғни 5-ші қатарда не бар екен? Не өседі екен? Чеснок. Сарымсақ, қазақша сарымсақ, иә? Сарымсақтың пішініне неге ұқсайды балалар? Сарымсақтың пішіні неге ұқсайды? Көпбұрышқа ұқсай ма балалар? Көпбұрышқа. Көпбұрышқа ұқсай ма? Көпбұрышқа ұқсайды. Себебі әрбір сарымсақтың бір-бірден бөліктері көпбұрыш сияқты бөлініп, яғни сынық сызықтарды шығарады, иә? Өте тамаша, жақсы. Сонымен біз Арманға
бақшасында қай қатарда не орналасқанын, яғни не өсетінін анықтап бердік, иә? Өте тамаша, жақсы балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта мен сіздерді бағаладым, өзімнің түртіп қойдым. Яғни, кейбір балалар шатасты, бірақ сонда да тиісті бағаларын аласыздар. Ал енді сіздер өздеріңізді бағаласаңыздар. Бүгінгі оқу тапсырмасын жазып қойыңыздар күнделіктеріңізге. 49-шы бет, 5-ші тапсырманы үйде өздеріңіз орындайсыздар. Оқу тапсырмасы ретінде, иә? Күнделік кезекте тиісті бағаларыңыз қойылады. Келесі сабаққа кездескенше сау болыңыздар.